Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. İmam Tirmizi, İmam Nasai rivayet etken Hasan hadiste Tabi'in Ali ibn Rabi'a rahimahullah aytadı. Men Ali radıyallahu anhu'nun özünün kөлігіне мінгенін көрдім. Ол бірінші өзінің аяғын үзеңгіге салып, одан соң Бисмилля деп Аллахтың атымен бастады. Одан кейін Құранның аяттарын оқыды. Алхамдулиллах аллази саххара лана хаза ва ма кунна лаху муқринин ва инна иля раббина ламунқалибун. Бізге осы нәрселерді бағындырған Аллахқа шексіз мадақтар болсын. Әйтпесе біз бұған өзіміздің күшімізбен ие бола алмас едік. Расында біз Раббымызға қайта ораламыз. Одан кейін 3 рет Алхамдулилла, Алхамдулилла, Алхамдулилла. Одан соң 3 рет Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар деп Аллах толықтады. Одан соң мына дұғаны оқыды. Субханака инни заламту нафси фағфирли иннаху ла яғфиру зунуба илля ант. Сен барлық кемшіліктен пәксің. Ақиқатында мен өзіме зұлымдық жасадым. Ендеше, я Раббым, мені кешіргейсің, өйткені күнәләрді сенен басқа ешкім кешірмейді. Осы дұғаны оқығаннан кейін Әли, Аллаһтан разы болсын, күлді. Мен: «Я амирул муъминин, я муъминдердің әміршісі, сіз неге күлдіңіз?» Сонда Али ибн Аби Талиб радиллаху ан: «Расында мен Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассаламның дәл осылай жасап, дәл осы Құран аяттарын оқып, дәл осы дұғаны оқып болғаннан кейін күлгенін көрдім. Сонда мен: Я Расулалла, сіз неге күлдіңіз деп сұрағанымда, Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтты: расында ұлық Аллах Тағала пендесі күнәләрдің барлығын тек қана Аллах Тағаланың кешіретін біле отыра, я Аллахым, күнәләрімді кешір, өйткені күнәләрді сенен басқа ешкім кешірмейді деген сөзіне келгенде, Аллах Тағала сол айтқан пендесінен таңғалады. Валлаху а'лам. Ва саллаллаху та'ала аля хайри халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллама таслима. Вальхамдулиллахи раббил аламин.